ыр дыбысының әріпімен таныс болыңдар. Мынау жазбаша түрі. Ырдың бас әріпі көлбеу сызық, ілгекше және қалпақшадан тұрады. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Төмен қарай түзу көлбеу сызықты түсір. Астыңғы сызыққа жетпей, солға қарай астыңғы сызыққа тигізе доға ілгекше жаса. Енді көлбеу сызықтың сол жағынан ала, оңға қарай доға тәрізді қалпақ кигіземіз. Ердің кіші әріпі көлбеу сызық, басы бар ілгекшеден тұрады. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Төмен қарай астыңғы үлкен жолдың ортасына дейін түзу көлбеу сызық жүргіземіз. Енді оның басталған тұсынан сәл төмен қаламыңды қойып, жоғарғы сызыққа тигізе доға жасап, астыңғы сызыққа тигізе ілгек саламыз. Енді дәптеріңді ашып, менімен бірге R әрпін жазуды үйрен.